Күнің шуақты болсын, көлің суатты болсын. Қонысың өрісті болсын, еккенің жемісті болсын. Еңбегің өністі болсын. Жұлдызың ағаңда болсын, құндызың жағаңда болсын. Жарың жібектей болсын, арың түлектей болсын. Өнерің өрлей берсін, өмірің төрлей берсін. Әумин. Бата Арабтың фатике деген сөзінің қазақша айтылу түрі. Оның мағынасы алғыс айту, ақ ниет, тілек білдіру. Ақ сақалдар үйде бір жақсылық бола қалған жағдайда немесе сойылатын малға бата жасап балаларға құлақ үлестіреді. Ендігі бір түрі қонағасына сойылған соғым, басына жиналған егінге, түздікке, жауын жамаса, тасаттыққа, түрлі жақсылықтарға арналып жасалған той томалақтарға, берілетін асқа, садақаға, сойылатын малдарға берілетін бата. Мұнда батаны жасөспірімдер балалардың сұрауы шарт емес, үлкендердің де сұрай беруіне болады. Қазақта батаның түрі тым көп. Әр адам өз білгенін айтса болды. Бірі батыр бол десе, бірі бай бол, ақылды бол. Ақ сақалды сары түсті шал бол. Тағы бірі бәледен сақта дейді. Бата қазақтың ертеден келе жатқан ұлттық дәстүрінің бірі. Бата, тілек, ақ дастархан басында, түрлі тойларда, жақсылықтарда айтылады. Оның бір жағында үлкенді сыйлау жатса, екінші жағында баталы құл армас, батасыз құл жармас деген ізгі ықылас, игілікке деген тілектестік жатады. Ұлыс күні қазан толса, ол жолы ақ мол болар. Ұлыс кісіден бата алса, әрқашанда жол болар. Амин. Жағдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, оң жолына бастасын. Елімізді апатпен пәле жаладан сақтасын. Үміт артқан ұл қызым, ел сенімін ақтасын. Аумин.